Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода окрошканы жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар. Барлығы қалай жасалу керек екенін түсіндіріп айтатын боламын. Құрамына керекті заттарды төменде описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Ең алдымен редискамызды жуып тазалап алып, өз қалауларыңыз бойынша төртбұрышты немесе ұзынша етіп турап аламыз. Мен осылайынан төртбұрышты етіп майдалап турап алдым. Қазіргі кезге жаз мезгіліне күн ыстықта дәл осы окрошканы жасап ішсеңіздер пайдасы өте мол, шөлді қандырады әрі жеңіл тамақтардың бір түрі. Көбіне артық салмағы бар кісілерге өте жақсы көмегін тигізеді. Дәл қазір мен өзім де осы окрошканы жасап ішіп жүрмін. Келесі қиярларымызды да дәл солайынан төртбұрышты етіп турап аламыз. Келесі қайнатылған жұмыртқаларымызды сарысын бөліп аламыз. Ағын дәл солайынан кубиктап тураймыз. Бұлайынан бөлмей бір дегеннен кубиктап турасаңыздар да болады. Құрметті достар, сіздерге бір өтінішім, қазақ тілді YouTube каналдың ары қарай дамуына өз қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып және де өз пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар. Келесі бізде қайнатылған етімізді де осылайынан төртбұрышты етіп турап аламыз. Еттің орнына көбісі кәдімгі колбасаны турап жатады. Бірақ менің отбасыма колбаса ұнамағандықтан осылай кәдімгі етті турап жасаймын. Келесі бізде жұмыртқаның сарысын осылайынан езіп алып, оны да осы ыдысымызға саламыз. Келесі шамалы укропты алып, майдалап турап қосамыз. Және де қасына көк пиязды да дәл солайынан турап қосамыз. Бұл бізде окрошкаға ерекше дәм береді және де иісін керемет шығарып тұрады. Мінекей барлығын турап дайындап алдық. Енді дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және де қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Келесі кәдімгі майонезімізден 2 қасықтай қосып, кез келген айранымызды құямыз. Проценті маңызды емес. Енді кәдімгі сарағашты немесе кәдімгі суды қоссаңыздар да болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей бізде осындай кәдімгі газдалған суымызды қостық. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Осымен біздің окрошкамыз дайын болды. Осындай кеселерге құйып дастарханға жақындарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Енді сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Күн ыстықта арасында дәл осы окрошканы жасап ішіңіздер. Осылайынан бетіне укроппен әсемдеп дастарханға қойсаңыздар болады. Құрметті достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.